Мен Айгүл Иманбаева деген нұсқаға келіспеймін. Дұрыс қой, ондай адам болу керек енді арамызда. Айтарым сол. Кім деп ойлайсың сонда? Келесі бағдарламада ма? Ерке, сен оның алдында екі бағдарламада келесі бағдарламада айтамын. Бүгін давайте барабанный дробь бүгін келесі бағдарлама келді. Ерке Есмахан өз нұсқасын айтады. Мен әлі зерттеу үстіндемін, бірақ үкі іштей біліп тұр, мен оны танып тұрғанымды, бірақ осы әннен кейін көзім жете түсті. Келесі бағдарламада айтамын. Айтсайшы, болмайды ғой, сен жалғыз өзің бір бағдарлама ашып алғансың ғой. Біз не қылып отырмыз? Сіздердің нұсқаларыңызды тыңдап отырмын ғой, енді мүмкін мен қазір айтып, ол болмай шықса, мен екі ортада қалып қоймайын. Тыңдап отырсың ғой, енді бізді әртүрлі нұсқаны келтіріп отырмыз. Енді сен өзің біліп тұрып бізге айтпауың қастандық онда. Өзім білем. Неге отырсың сен? Мысалы бізде нұсқада бітті ғой Ерке, бізде Айгүл Иманбаева. Біз бірге емеспіз. Кішкене көзім жетсін, содан кейін айтамын. Жоқ, кішкене көзім жетсін деп сен екі бағдарлама бұрында айтқансың осы үкіге қатысты. Енді айт осы жерде. Кетем мен деп. Жоқ, Ерке кетем десең, қайда барсаң, онда кет, давай, айт. Айтып барып кет. Зерттейміз ғой біз әрі қарай тағы. Айтсын! Жоқ, нұсқаны айтса бізде археологиялық қосылады. қазба жасап атқан жоқсың ғой? Айтсайшы. Мен бірінші зерттеп алуым керек, көзім жеткізіп алуым керек, содан кейін Жоқ, барып бәлкім сен айтамын. айтсаң, бізде қосылып тағы да саған көмектесіп беретін шығармыз. Уже нақты шешім қабылдау. Жоқ, Ерке, айтпасаң айтпай-ақ қой, өзің нұсқаңа қатысты сұрақ қойшы. Менде сұрақ жоқ. Жанболат, сұрақ бар ма? Жоқ, қоймаймын, өзім білемін. Қайрат бар ма? Келесі бағдарламада қоям сұрақ. Жоқ. Жақсы.